Сабақтың тақырыбы Мұзафар Әлімбаев балалар әдебиетінің атасы. Бүгінгі сабақтың мақсаты балалар ақыны Мұзафар Әлімбаев шығармашылығымен танысып, шығармаларын жан-жақты талдай отырып, студенттердің танымды білімділік, ізденіс қабілеттерін арттыру. Кітапты уақыт өткізер ермек үшін оқыма, санатқа жеткізер еңбек үшін оқы деп өнегелі сөз айтқан, қазақ балаларына арнап қысқа да нұсқа, мазмұнды, ойы құнды өлеңдер жазған Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұзафар Әлімбаевтың өмірі мен шығармашылығымен танысамыз. Поэзия әлемінде ойып тұрып орын алатын Мұзафар Әлімбаев қазақтың алғашқы әнұранының авторларының бірі. Абыз мінезді ақсақал, соғыс сұрапылын бастан кешкен шоқтығы биік жазушы. Қалам иесінің соғыстан кейін туған Қарағанды жырлары, Менің Қазақстаным, Естай Қорлан туындылары сол кезеңдегі қазақ поэзиясының шынайы табысы болып есептеледі. Соғыс деген қайғы қасірет, соғыс деген адамды қарысатын, қайратынан айырылатын сор. Сондықтан соғыс атаулыдан бәріміз аудақ болуымыз керек. 18 жасында майданға аттанған жазушы қаламын қарумен қатар алып жүрген. Сұрапыл соғыста жазған туындылары газеттерге басылып, халықтың рухын жігерлендірген еді. Қарт ақынның жүрегі сұм соғыс енді болмасын деп тіледі. Мұзағаның замандастары денсаулығы сыр беріп, шау тартса да, шығармашылығында тоқырау болған емес дейді. Күнделіктерін жазып, өлеңдерін шығарып отырған ақын сөз жұмбақ құрауда. Әлем халықтарының мәтелдерін жинап, оларды қазақ тіліне аударумен уақытын өткізгенді жаны сүйген. Мұзафар Әлімбаевтың соңғы ширек ғасырға жуық өмірі сол коляскаға байланғанымен халқының мына үлкен жүрек соғысын, ылғи тамыр соғысын аңдап, соған өзінің үлкен ағалық батал тілегін айтып отырған сирек қаламгерлеріміздің бірі. Мұзафар Әлімбаевтың еңбектерін жаңадан тіл ашқан бүлдіршіннен бастап аз кем жасаған қарияға дейін оқиды. Оның туындыларын 20-ға жуық бауырлас халық аударыпты. Сабақта қарастырылатын мәселелер Мұзафар Әлімбаев өмірі мен шығармашылығы, ақын өлеңдерінің тәрбиелік мәні, балаларға арналған өлеңдерінің жанрлық ерекшелігі, балаларға арналған өлеңдерінің мағынасын ашу, ақынның балаларға арналған өлеңдеріне талдау, бастауыш класс оқулықтарында өлеңдерін топтастыру. Қазіргі қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, аудармашы, әдебиетші, балалар ақыны, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан халық жазушысы Мұзафар Әлімбаевтың балалар әдебиетінде алатын орны ерекше. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы Павлодар облысы Шарбақты ауданы Маралды селосында дүниеге келген. Ол отан соғысына қатысқан. Армиядан оралған соң Киров атындағы Қазақ университетін бітірген. Сол кездегі Пионер журналының бөлім бастығы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторының орынбасары қызметін атқарған. Оның Менің ойыншықтарым, Орақ олақ, Шынасан жұмыр боларсың, Балдәурен шіркін балалық, Ақсеректе көксерек, Қояның құлағы неге ұзын деген секілді шығармалары кішкентай оқырмандардың сүйікті кітаптарына, ұстаздар мен тәрбиешілердің балалар тәрбиесіндегі ой санасын өсіруіндегі көмекшісіне айналды. Ақынның балаларға арналған өлеңдері тым қысқа болғанмен, олар белгілі бір сюжетке нақты ой пікірде құралған. Ақын балалардың өзінің өлеңдерін қызығушылықпен оқуына көп деп ойланады. Өмірдің көрнекіліктер әрбір көріністеріне өте аса байыппен қарап, тұрақты ой жазуға өзіне мақсат етіп қояды. Ақынның әсіресе мектепке дейінгі балалар мен бастауыш сынып балаларына арналған өлеңдері өте қызықты, өте әсерлі болып келеді. Оларды тіпті үлкен кісілер де оқып, балалық шағына саяхат жасағандай болады. Ақынның кімі толды кімітті өлеңі, ойнап жүрген үш баланың таудан асып кеткені және олардың қарындары ашып қалған қолындағы екі алманы бөлісе алмай тұрғаны бейнеленеді. Бір-бірімен сөйлесіп, бөлісе алмай тұрған екі бала үндемей тұрған үшінші балаға қарап, үшінші бала оларға: "Ник, бұқиын емес бұл тіптен етіп бөлейік. Екеуің ал бір-бірден, мен ақ саған көнейін. Не керек сол айтысып, сен бер маған жартысын, не керек сол тартысып, сен бер маған жартысын." Екеу оған көнеді, жарты-жарты бөлікті басу айтқан балаға өз қолынан береді. Кім ұтылды, кім ұтты, кім ұқпады, кім ұтты. Яғни осы өлеңді сұрақпен жауап, сұрақпен аяқтап тұрған
ақынның осы балалардың өзінің жауап беріп ойларын дамытуға мүмкіншілік береді. Яғни ақын осы әрбір өлеңін аса байыппен жасағаны белгілі. Мұзафар Әлімбаев творчествосындағы жанрлар байлығын төмендегідей татымды жұмбақтар, жақсы жаңылтпаштар, логогрифтер, метаграммалар, басқа да ойлы ойын өлеңдер жеткілікті. Қарап отырсаңыз, өлең ғылымға, қисын қисапқа да ұласып бара жатқан жоқ па? Балалар ақыны Мұзафар Әлімбаев қаламынан туған жаңалықтар мұнымен шектелмейді. Оның өтірік өлеңдері мен ән өлеңдері де арнайы әңгімелеуді тілейтін ауқымды салалар десек, ақын адас атаулары мен қарама-қарсы қызық сөздерінде де талап биігінен табылады. Әріптер сыры өлеңінде мамандық таңдауға жол ашатын сыр сипаттарын көруге болады. А. Алтай бала дәрігер, аурудан сақтар ол мені. Әнуар бала өнерлі, әдемі етік тігеді. Б. Бауыржан сақшы жауынгер, батыр деп таныр қауым ел. Мұндағы әр әріптердің мамандық таңдайтындай маңызға ие болуын көруге болады. Педагогтардың ақын жазушыларға қояр талап тілектері бірінші сынып оқушыларына бұл өлеңдерді тез жаттап алуына және де сөздік қорын дамытуын тілейді. Ақынның еңбекке шақырған бір-екі өлеңін мысалға келтіріп өтейік. Ара тыңбайды, ұшып зырлайды, шарлап қырларды, шырын жинайды, гүлдер өсірсен балын сыйлайды. Сыйғасы өлеңде Мұзафар Әлімбаев араның күнделікті зырлап ұшып, тынын таппай еңбек еткен тірліктерімен бүлдіршіндерге таныстыра отырып, оларды да ара сияқты тыным таппай еңбек етуге шақырады. Балалар не нәрсені де нақты, конкретті түрде түсінеді. Сондықтан да ақын оқырмандарына гүлзарларды отырғызу идеясын ұсынады. Ақын ойын жинақты әрі өте ұтымды берген, өз орын таппаған бас артық сөз жоқ. Оқырманның көз алдында төңіректі шарлап, гүлден гүлге қонып, шырын жинаған еңбекқор жәндік, жайқалған көк майса елестейді. Бейне бір сол араның ұзындағанын естігендей боласың. Күн батады, дейді ау жұрт ұясына. Ондай ұя әсте жоғау, туасы да. Інге кіріп ұйқыға шомбайды күн самғайды самғасын қиясына. Күн бата ма, күн батса не болады? Күн батты деу білместін жорамалы. Күнде қана көзінен тасаланып, көк жиекке зырлайды одан әрі. Мейірімімен жылытса жана бізді, қарт атаны жас сәби анамызды. Жалғастырып араймен арамызды, күн батпайды, ешқашан күн батпайды. Күн батса егер, ешқашан үн қатпайды. Сырғып сол алтын күндер өткен сайын, әр минутын қаншама қымбаттайды. Күн бата ма, күн батса не болады? Күн батты деу білместін жорамалы. Күн тек қана көзінен тасаланып, көк жиекке зырлайды одан әрі. Ізденіс шығармашылық жұмыс. Екінші тапсырма күн батама өлеңдегі көркемдегіш құралдарды табу. Өлеңде кейіптеу, эпитет, аллитерация, анафора, риторикалық сұрақ тәсілдері бар. Екінші тапсырма ақынның биіктер өлеңі тыңдалады, өлеңнің мазмұнын ашу. Биіктер, емшектен шықпай жүргенде бесіктен биік жоқ дебем. Ойынға кірген күндерде есіктен биік жоқ дебем. Санатқа кірген жылдарда ауылдан биік жоқ дебем. Көз тастап қарлы шыңдарға тауымнан биік жоқ дебем. Біртіндеп сырын ашатын биіктер әсте көп екен. Адамға шұғыла шашатын арманнан биік жоқ екен. Бұл өлең адам өмірінде кездесетін биіктер мен шыңдарды айтады. Ол биіктердің ең биігі арман. Арман деген көп белес. Біріне шықсаң, бірі бар деген ой айтылады. Өсе келе адамның ақыл ойы толысып, өмірді шынайы бейнесінде қабылдай бастайтындықтан арманның бақыт өзгеріп отыратындығы. Арман деген дүние сәттілікке бастар жолдың алғашқы баспалдағы екендігі айтылады. Адамға үнемі шұғыла шашатын сәуле алдағы арманы деген ойын білдіреді.
Кәсіби бағдар беру мақсатында бастауыш класс оқулығындағы өлеңдерін топтастыру. Бірінші класс сауат ашу пәні «Шынықсаң шымыр боласың» бөлімі «Рақат қой, салқын су». Екінші класс әдебиеттік оқу пәні «Дені саудың жаны сау» бөлімі «Алма қарақат». Қоршаған орта бөлімі «Кемпір қосақ, кім жомарт, не жомарт». Үшінші класс әдебиеттік оқу пәні «Демалыс, мәдениет, мерекелер» бөлімі «Ана тіліне тағзым». Төртінші класс әдебиеттік оқу пәні «Құндылықтар» бөлімі «Ана тілім, дана тілім» өлеңдері берілген. Сабағымызды белгілі әдебиетші, ғалым, сыншы Нығмет Ғабдуллин ақынның балаларға арналған шығармаларына берген бағасымен аяқтаймын. Мұзафар Әлімбаев қазақ балалар поэзиясының өркендеп дамуына үлкен еңбек сіңірген ақын. Ақынның балалар поэзиясының мазмұны мен түрін байытуға қосқан көп сапалық жаңалықтары, көркемдік үлгілері бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.